жаттықсақ, сендерге мен әртүрлі өрнектерді бердім. Иә. Болды. Так, топ басшысы шыға ойындар. Әдеттегідей біз өзіміз топ басшысы сайлай береміз. Ал. Так, уақыт болды балалар. Болды, шығамыз. Келе ғой. Нұржігіт, шығамыз. Ал жылдан. Тамаша. Болды, шығамыз. Аяғына дейін бар. Қалай мынау? Балалар, біздің мектепте айналадағы математика жобасы бойынша жұмыс жасалады. Сол жобаға болдық па? Керек. Жоқ, оны міндетті емес, бұлай қозғай салуға да болады. Ертең саңдайда қоямыз. Балалар, мына табломыз неден жасалған? Неден? Шырынның қорабының қақпақтарынан жасалған. Қайда заттар? Ал жақсы. Бірінші Аружан оқиды құрған өрнегін, ал қалғанымыз қараймыз. Бес қосу алды, артық үш азайту өрнегіне дейді. Жарайды, Нұржігіт, келесі жол тағы да орындаймыз екеуміз. Келесі Әсия оқи ғой өрнегінді. Қай өрнек артық? Балалар, ал мен төртінші топқа ерекше тапсырма әріпті өрнек бердім. Яғни әріпті өрнекте қайтқанбады ғой бізге. 5 қосу А өрнегіне, өрнегі артық бір азайту. Бұда неге, Раян? Өйткені 5 қосу А өрнегінен бір азайту өрнегінен артық неге? Өйткені 5 саны бір саны Тағы да балалар қосу амалы тұр, иә? Және де кез келген санды қоюға болады. Ал мына өрнекте тек қана 1 және 0 санын қоямыз. Бұл жұмыспен біз бүгін ғана жұмыс жасап тұрмыз. Бұл жаңағы қораптан жасалған математикалық табло. Бұны біз өзіміздің айналадағы математика жобасы көрмесіне ұсынамыз. Балалар, тамаша. Әсия отыра ғой. Әсия отыра ғой. Жақсы. Балалар, бүгін сендерге сабақ ұнады ма? Иә. Ендеше смайлик бойынша баға